Баршаларыңызға сәлем достар. Сіздерге бүгін үй жағдайында тіс ауруын қалай емдеу керектігін айтатын боламыз. Егер тістеріңіз шыдатпай ауыратын болса, осы тәсілдерді қолданып көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздермен бірге болатын пайдалы кеңестер бір арнасы. Лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Достарыңызға да жіберіп қоюды ұмытпаңыздар. Үй жағдайында тіс ауруын 7 тамшы йодпен емдеуге болады екен. Қалай емдеу керектігіне назар аударыңыздар. Тіс ауруы аяқ астынан басталып, әп-сәтте әбіржітіп қоятыны бар. Тіс ауырғанда жедел жәрдем шақыра алмайсың. Жүгіріп, тіс дәрігеріне де бара алмайсың. Өйткені тәулік бойы жұмыс істейтін стоматологияның өзі саусақпен санарлықтай. Сондықтан да тіс ауырған кезде әрбіріңіздің үйіңізден табылатын мына ғажайып заттарды дәрі ретінде қолдансаңыз болады. Сонымен үй жағдайында қалай емдеу керектігіне назар салсаңыздар. 1 стакан жылы суға 1 шай қасық ас тұзы мен 7 тамшы йод қосасыз. Тұз ерігенше жақсылап араластырыңыз. Дайын болған емдік сумен ауыз қуысыңызды шаясыз. 1 шайғаннан ақ тісіңіздің ауырғаны басылады. Емді күніне 3 рет қайталайсыз. Су мен сода. 1 стакан қайнатылған жылы суға жарты шай қасық ас содасын араластырып, аузыңызды шайыңыз. Бұл тістің ауырғанын басады. Қызыл иектің қабынуын емдейді. Әрі ауыздағы жағымсыз иістерді кетіреді. Тісіңізді ағарсын десеңіз, 2 ас қасық табиғи сұйық балға 1 ас қасық йодталған тұз мен 1 шай қасық ас содасын араластырасыз. Қоспа біркелкі қоюланған кезде тіс щеткасының көмегімен тісіңізге жағасыз. 2-3 минуттай тісіңізді тазаласаңыз, жылтырап ағарады. Емді аптасына 1 рет жүргізу керек. Қызыл иек қабынғанда 3 шай қасық бал мен 3 шымшым ұнтақталған түймедақты ромашка араластырыңыз. Оны 1 стакан жылы суға салып, булау жасайсыз. Ол үшін стаканды кастрөлдегі ыстық суға салып, жарты сағаттай бетін жауып қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алыңыз. Салқындаған кезде ауыз қуысын шаясыз. Осылайша күніне 3-4 рет ем қабылдасаңыз, тіс ауырғаннан әп-сәтте құтылатын боласыз. Тісіңізді жұлдырғанда мына сұйықтықпен аузыңызды шайсаңыз болады. 4 грамм ас содасына 10 тамшы сүттегінің асқын тотығы мен 3 тамшы лимон шырынын араластырасыз. Дайын болған қоспаны жұлынған тістің орнына қойсаңыз, 2 минуттан соң аузыңызды жылы сумен шаятын болыңыз. Бұл емді 1 рет қана жасасаңыз жеткілікті. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің арнама жазылып, лайк басып, өз достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.